Бұдан бірнеше жыл бұрын бір жұма тек қазақ тілінде сөйлеп көруге тырыстым. Шын айтайын, онымнан түк шықпады. Себебі жанармай құю бекетіне барып, касса қызметкеріне маған АИ-92 маркасынан 20 литр деп айтсам, ол маған бетіме қарап, түсінбеген кейіп танытып, «Что, можете повторить?» деп тұрып алды. Мен тағы, маған АИ-92 маркасынан 10 литр деп қайталап айттым. «Я ничего не понимаю, можете сказать на русском?» деп бірақ кесіп айтты. Сонымен қойшы, қасымда кезекте тұрған ер адам ему 10 литров АИ-92 деп айтқаннан кейін барып түсінді. Келесі күні қаладағы басқа жанармай құю бекетіне тағы кіріп, сәлеметсіз бе? Маған бонус картамда қанша ақша бар екенін білуге бола ма деген сауалыма касса қызметкері «Извините, я вас не понял, что сказали?» деді. Мен тағы қайталадым әлгі сөзімді. Бұл жолы ол қасындағы қызды шақырып, бәсең дауыспен оған «Он что-то спрашивает, ты понимаешь казахский?» деп сұрады. «Нет» деп жауап берді. «А извините, можете повторить?» деп сұрағанды, мен «Рахмет» деп бұрылып кетіп қалдым. Дүкенге барғанда да әлгіндегі жағдаймен кездестім. Сонымен жанармай бекетінен бонус картамдағы ақшамды дүкеннен дұрыс зат ала алмадым. Тек қана қазақ тілді білетін жандар қалай өмір сүріп жүр екен ағайын. Әрине біреуге күлкі, біреуге көзге жас үйіретін жайт. Бұған кім кінәлі? Талап ете алмаған өзіміз бе, үйренбеген басқалар ма? Тобықтай түйінді Карл Маркс сөзімен жеткізсем: не знать языка страны проживания может гость, идиот или оккупант, насаждающий свой язык деген екен.